Менің есімім Тарыбаев Асылхан Сабитұлы. Мен Алматы облысы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасынан келіп отырмын. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың төрағасы боламын. Бүгінгі қоғамдық тыңдауға осы Сөгет ауылының тұрғындары қатысып отыр. Және Еңбеш Қазақ ауданының әкім орынбасары және Алматы облысы бойынша экономика департаментінің өкілі қатысып отыр. Бүгінгі біздің қоғамдық тыңдауда қаралатын жобаның атауы Алматы облысындағы Добықты Вольфрам кен орнындағы қуаттылығы жылына 3,3 миллион тонна кенді байыту зауыты бойынша жоба қарастырылады. Қоғамдық тыңдауды бастар алдында қоғамдық тыңдаудың регламентін айта кетейін. Бірінші, осы қоғамдық тыңдаудың секретарының назарына етуіміз керек. Одан кейін баяндаушыға жоба бойынша 10 минутқа дейін беріледі. Баяндамашы біткеннен кейін талқылауға 15 минутқа дейін уақыт беріледі. Енді регламент бойынша қоғамдық тыңдаудың секретарын тағайындайды. Қоғамдық тыңдаудың секретары ретінде Ахмедова деген кісі өзінің кандидатурасын ұсынып отыр. Келісесіздер ме? Келісесіздер, онда нақты секретар болсын. Жобаның заказчигі ТО Жетісу Вольфрам. Жобаны әзірлеген ТО КСО Отан Тараз деген Тараздың проектный организация. Енді қоғамдық тыңдауды сіздерді осы жобамен таныстыруға осы Отан Тараз өкілі сіздер таныстырып кетеді. Кім баяндашы болады? Сіз боласыз? Жақсы болсын. Баяндамаңызды басып өткізсіз болады. Тыңдаулардың қатысушылары, қоғамдық тыңдауларда Жетісу Вольфрам ЖШС Алматы облысындағы Добықты Вольфрам кен орнындағы қуаттылығы жылына 3,3 миллион тонна кенді байыту зауыты жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп тақырыбында өткізілгелі отыр. Екінші слайд кәсіпорынның орналасқан жерінің орналасу схемасы көрсетілген. Екінші слайд кәсіпорын туралы жалпы мәлімет. Добықты Вольфрам кен орны Алматы облысының Еңбеш Қазақ ауданында Алматы қаласынан 180 км қашықта Іле алатауының шығыс шетінде үлкен Боғықты тауларында және аудан орталығы Есік қаласынан солтүстік батысқа қарай 20 км жерде орналасқан. Өндірістік аумақ 21 жылғы 6 қарашадағы номер 192-415 жер учаскесіне жеке меншік құқығы актісі негізінде жер учаскесі болып табылады. Жер категориясы өнеркәсіптік жерлер, ауыл шаруашылығы емес жерлер. Қолданылу өндірістік база үшін жер телімдерін қосымша бөлу талап етілмейді. Жетісу Вольфрам ЖШС кәсіпорын негізгі өнімділігі бойынша өндірістік қуаты жылына 3,3 миллион тонна кенді құрайды, тәулігіне 10 мың тонна. Кәсіпорын тәулігіне 24 сағат үздіксіз 365 күн жұмыс істейді. Аумағы Жоңғар мен Іле алатауының аралығындағы таулардағы паркқа жатады және Шары мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің ерекше қорғалатын аймағының шекарасынан батысқа қарай 2 км-ден астам қашықтықта орналасқан. Өндіріс орындары индустриалды аймақтағы Жетісу Вольфрам ЖШС-ның өндірістік алаңында және оған жақын орналасқандықтан жұмысшыларға барлық табиғи санитарлық тұрмыстық қызмет көрсету, сондай-ақ барлық инженерлік желілер өндіріс алаңының қолданыстағы инфрақұрылымын пайдалана отырып болады. Жоспарланған іс-шараны жүзеге асырудан бас тарту қоршаған ортаның экологиялық сипаттамаларының аймақтық жоспарына кеңес, бірақ аймақ үшін әлеуметтік маңызды қызметтерінен бас тартуға келді. Учаскенің аумағы ғимараттардан жер үсті және жер асты инженерлік жүйелерінен тазартылған. Алаңда бұзылмайтын ғимараттар жоқ. Осылайша жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, жұмысты орналастыру, жұмыстары нұсқасын және өндіріс процесін ұйымдастырудың технология шешімдері қабылданды. Төртінші слайд өндіріс схемасы кен өңдеу нәтижесінде 983-83 Вольфрам концентрат талаптарына сәйкес келетін тесшөбі маркалы шикізат концентраты алынады. Байыту өндірісін мыналарды қамтиды: ірі кенді сақтау қондырғысы, шангеев желісі, сақталған буданның аралық қоймасы, орташа және
аккенді сақтауға арналған корпус, топтағы орган, негізгі ғимарат, қоюландыру бөлімі, айналмалы су тұндырғыш, реагенттер бөлімі, ақ сүтін дайындау бөлімі, қалдық қоймасы. Жобаланған өндірістің жұмыс режимі ауысымдағы 8 сағатты құрайтын үздіксіз 3 ауысымды. Жолдық жұмыс қоры сағат жылына 7920 сағат, құрылыс мерзімі 25-25 жылда. 5-ші слайд. Қоршаған орта компоненттеріне жағымсыз әсер ету факторлары. Жетісу ультрамүлі жүйесі табиғи ортаға бірқатар әсер етеді, нәтижесінде қоршаған ортаға әсер етудің қосымша көздері келесі таблицада көрсетілген. 6-ші слайд. Атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларын сапалы және сандық бағалау. Қазіргі уақытта кәсіпорында барлығы 82 алуан ластаушы көздер бар, оның ішінде шығарындылар нормативте белгіленген 50 ұйымдастырылмаған көздер бар. Кәсіпорын жалпы шығарындыларына негізгі үлесті биорганикалық шам, тиеу және қазу, көлік, жоспарлау жұмыстары және инертті материалдарды құю қосады. Келесі ластану көздерінің бірнеше түрлері көрсетілген. 7-ші слайд. Атмосфераға шығарындыларды азайту шаралары мыналарды қамтиды. Қоршаған ортаны қорғау шаралары қоршаған ортаны қорғауға және оның сапасын арттыруға бағытталған технологиялық, техникалық, ұйымдастырушылық, әлеуметтік және экономикалық шаралар кешені. Қоршаған ортаны қорғау шараларына мыналар жатады. Бірінші, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған. Екінші, қоршаған ортаның сапалық сипаттамаларын арттыру арқылы қоршаған орта компоненттері жай-күйін жақсарту. Үшінші, экологиялық жүйелердің жай-күйін тұрақтандыруға және жақсартуға, биологиялық әртүрлілікті сақтауға, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мен молықтыруға ықпал ету. Төртінші, қоршаған ортаға және халықтың денсаулығына зиян келтіруді ескеру және алдын алу. Қоршаған ортаны қорғауға, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға және жүзеге асыруға бағытталған әдістер мен технологияларды жетілдіру. Қоршаған ортаны басқарудың халықаралық стандарттары. Жоба кәсіпорында атмосфералық ауаны қорғау бойынша шаралар жүзеге асыруды ұсынады. Технологиялық регламентке сәйкес жұмыстарды орындау, бүлінген жерлерді уақытылы қалпына келтіру. Компания күшімен көктемгі жазғы кезеңде мамырдан тамызға дейін күнге кемінде 2 рет жолдарды суғару. Автомобильдерде пайдалануға газдарды тазалауға арналған каталитикалық түрлендіргіштерді орнату. Олардың 5 приоритет ұзынына байланысты қарастырылған. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарында игерілмейтін аумақты көгалдандыру қарастырылған. 8-ші слайд. Сумен жабдықтау және су бөлу. Жетісу ультрамүлі жүйесі кәсіпорны технологиялық жобалау тұтыну схемасы бойынша жұмыс істейді. Сумен қамтамасыз ету көзі өзен суы болып табылады. Шарын өзенінің суы болып табылады. Ол құбыр арқылы жеткізіліп, тоғандарда сақталады. Бұл су өндірістік мақсатта пайдаланылады, сонымен қатар тазарту станциясына жіберіледі. Онда дезинфекцияланды, содан кейін тұрмыстық қажеттіліктер үшін резервуарларда сақталады. Ауыз судың сапасы санитариялық ережелердің талаптарына сай болу керек. Су ыдыстар мезгіл-мезгіл өңделеді және жылына бір рет дезинфекцияланады. Арнайы су пайдалану рұқсаты бар. 24-ші жылы желтоқсанның 10-ында алынған, 29-ші жылға дейін таратылды. 9-ші слайд. Су ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану шаралары. Рекультивация жұмыстарын жүргізу кезінде су ресурстары ластануына жол бермеу мақсатында жобада жер асты суларын ластануын болдырмайтын тиісті нормалар мен ережелер қатаң сақтай отырып, арнайы техникалар мен көліктерге жанармай құю қарастырылған. Қазақстан Республикасының Су кодексінің 23-ші бабына сәйкес су объектілері немесе қорғау аймақтарын жай-күйін әсер ететін пайдалы қазбаларды және басқа да ресурстарды өндіру, кабельдер, құбырлар мен басқа коммуникациялар тарту, қаратаждау, бұрғылау және өзге де жұмыстар уәкілетті органмен келісім бойынша жүзеге асырылады. Қоршаған ортаны қорғау саласына уәкілетті мемлекеттік органға, халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласына уәкілетті органға, облыстың жергілікті атқарушы органдарына, кеңінен қатынасына жатқызылған су объектілеріне, қосымша су көлігін басқару органдарына. Жоспарланған іс-шара белгіленген су қорғау аймағынан 500 метрден астам қашықтықта жүзеге асырылатындықтан су объектілеріне әсер ету жоқ. Жобаланатын объектін пайдалану кезінде жер үсті және жер асты суларын ластануын болдырмау мақсатында жобада тау-кен өндіру объектісінің аумағынан жер үсті еріген және нөсерлі ағынды суларды Бекса
40 м тазарту құрылыстарына содан кейін тазартылған ағынды суды қойма тоғанына бұру, өңдеу зауытына арналған колос тазарту құрылыстарына жер үсті балқымаларының және нөсер ағындыларды содан кейін қабық қоймасына тазартылған ағынды суларды шығару, тұрмыстық сарқынды суларды өңдеу зауытынан колос тазарту құрылыстарына содан кейін тазартылған ағынды суларды қалдық қоймасына шығару. 10-шы слайд. Қалдықтар мен өндірістік бақылау туралы ақпарат. Қалдықтарды қауіпсіз басқару, оларды арнайы бөлмелерде, контейнерлерде және аумақтарда сақтауды, қалдықтардың әсіресе қатты тұрмыстық қалдықтардың мөлшерін үнемі қадағалап отыруды және өз полигондары бар кәсіпорындарға немесе өз полигондарына кәдеге жарату немесе кәдеге жарату үшін уақытылы шығаруды қамтиды. Қалдықтардың құрамындағы заттар жер асты суларына және топыраққа ауыса алмайды, өйткені олардың дұрыс сақталуы қамтамасыз етіледі. Қазіргі жағдайда қалдықтармен қауіпсіз жұмыс істеуді, қалдықтарды сақтау ережелерін сақтау және келісім шарттар бойынша уақытылы шығаруды қадағалау қажет. Кәсіпорын аумағында қалдықтарды уақытша жиналуы, мұнай қалдықтарын сақтауға арналған резервуар, металл сынықтарын уақытша сақтау орнату шұңқыры, қатты тұрмыстық қалдықтар сақталған металл ыдыстар, шиналарды сақтау орны, пайдаланылған аккумуляторларды сақтауға арналған қойма, қолданылған кесе техникасын уақытша сақтауға арналған бөлме. 11-ші слайд. Осы қалдықтарды жинақтау лимиттері 25-34 жылға дейін аралықта көрсетілген. 12-ші слайдта қалдықтарды сақтау орнының сипаттамасы көрсетілген. Бұл жерде 12 түрлі қалдық, олардың қалай сақталатыны, қанша көлемде сақталатыны, қалай басқа организацияларға өткізілетіні туралы мәліметтер көрсетілген. Жоспарланатын қызметке және оны жүзеге асырудың болжанатын орнын сәйкесінше сипаттайтын авариялар мен қауіпті табиғат құбылыстарының ықтималдығын анықтау туралы ақпарат, олардың алдын алу және жөніндегі шараларды жүргізу мүмкіндігін ескере отырып, авариялар мен қауіпті табиғи құбылыстардың қаупімен байланысты қоршаған ортаға ықтимал елеулі зиянды әсерлерді сипаттамасы, заманауи жабдықты пайдалану және өндірістік процестерді бақылаудың қолданыстағы жүйесі, жоспарланған қызметті жүзеге асыру кезінде кез келген төтенше жағдайлардың туындауын болдырмауға және объект аймағындағы экологиялық қауіп пен тұрғындардың денсаулығына қауіптің ықтималдығын минимумға дейін төмендетуге мүмкіндік береді. Жоспарланған қызмет барысында ауытқулардың, авариялардың және оқыс оқиғалардың ықтималдығы төмен. Жұмыс орны сейсмикалық қауіпсіз аймақта орналасқан, сондықтан сел, су тасқыны, көшкін және тағы басқа сияқты қауіпті экзогендік құбылыстар жоққа шығарылады. Төтенше жағдайдың туындауын азайтудың элементі ретінде адам факторына қатысты келесі шаралар да болады. Қауіпсіздік техникасының тұрақты нұсқаулығы, төтенше жағдайға дайындық және әрекетті жоспарлау. Қоршаған ортаның құрамдас бөліктеріне әсер ету, кешенді бағалауды анықтау үшін алынған әсер ету көрсеткіштеріне кешенді талдау жүргіземіз. Адамдарға, құрылыстарға және мүліктерге қауіп төндіретін қауіпті байқаған әрбір жұмысшы оны жою үшін мүмкін болатын шараларды қолдануға, мүмкін болмаған жағдайда жұмысты тоқтатуға, адамдарды қауіпсіз жерге апаруға және аға адамға хабарлауға міндетті. 13-ші слайд. Қоршаған ортаға мүмкін қайтымсыз әсерлерді бағалау және қажеттілікті негіздеу. Жетісу Волфрам жүйесі өндірістік қызметті жүзеге асыру кезінде қоршаған ортаға қайтымсыз әсерлер болмайды. Жоспарланған жұмыстар учаске аумағы шегінде жүргізіледі. Қызмет одан әрі топырақ тасқынды, өсімдіктер мен жануарлар дүниесін пайдалануды талап етпейді. Шығарындылар норматив шегінде жүзеге асырылады. 14-ші слайд. Әсер етудің физикалық факторлары. Шу қызмет түріне қарамастан әртүрлі жұмыс түрлерін орындау кезінде қоршаған ортаға әсер етудің сөзсіз түрі. Жетісу Волфрам жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өндірістік қызмет кезінде автокөліктер мен жабдықтар шу көзі ретінде әрекет етеді. Бұл өндірістегі адамдарға физикалық әсер етудің ішінде шуын ерекше атап өту керек. Жұмыс жабдығы 80-90 децибел шу деңгейін шығара алады. Стандарттар шу параметрлерін белгілейді, олардың әсері уақыт бойы шуға ең сезімтал жүйелерінде өзгеруді тудырмайды. Адамдарға арналған шу шектеулі жұмыс аймағындағы және оның айналасындағы персоналдың сақталуы қажет. 15-ші слайд. Қоршаған ортаға әсер ету көздері көрсетілген. Жоспарланған құрылыс жұмыстары қысқа мерзімді жергілікті сипатта құрал жабдықтар мен технологиялардың саны аз және кездейсоқ пайдаланылған. Жобалық шешімдер жер үсті және жер асты суларының ластануын жояды. Жердің бұзылуы мүмкін жерлерде топырақ қабаты кесіліп, жұмыс аяқталғаннан кейін бастапқы орнына қайтару үшін сақталады. 16-ші слайд. Кәсіпорынның болашақ дамуы техникалық шарттарға сәйкес жобада
Богатинская кен орнындағы вольфрам кендерін өңдейтін өңдеу зауытының құрылысы қарастырылған. Жобаның мақсаты шегіртке кендерді қайта өңдеудің классикалық схемасы бойынша қалдығы аз технологияны енгізе отырып, вольфрам кендерінен құнды компоненттерді барынша алу технологиясы негізі болып табылады. Жұмыстар жұмыс жобасы мен техникалық шарттарға сәйкес жүзеге асырылады. Құрылыс мерзімі 25-27 жылдар. Жоспарланған іс-шара ұзақ мерзімді, бірақ жергілікті сипатта. Құрал-жабдықтар мен технологиялардың саны аз және кездейсоқ пайдаланылады. Кез келген ластау заттар бойынша 1000 метр санитар қорғау аймағының шекарасында нормаларынан асып кету жоқ. Сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау бойынша шаралар кешені қатысылады. Қоршаған ортаны қорғауға және оның сапасын арттыруға бағытталған технологиялық, техникалық, ұйымдастырушылық, әлеуметтік, экономикалық шаралар. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған қоршаған ортаның сапалық сипаттамаларын арттыру арқылы қоршаған орта компоненттерінің жағдайын жақсарту. Жоспарланған қызмет тоқтатылған жағдайда оны жүзеге асырудың бастапқы кезеңінде айқындалған қоршаған ортаны қалпына келтіру әдістері мен шаралары. Кәсіпорын Республикасының экология кодексінің 147 бабы негізге ала отырып, бірінші санат объекттерін пайдалану салдарын жоюға. Эксплуатацияға техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге, сынамаларды алуға, зертханалық зерттеулерге, деректерді талдауға және органға есептеуге арналған ағымдағы шығындар. Қаржылық қолдау сомасының есебінен мониторинг аяқталғаннан кейін мониторинг жүргізу үшін жабдықталған ғимараттардың немесе жабдықты жоюға жұмсалған шығындар өтеледі. 17-ші слайд 25-34 жылға арналған қоршаған ортаны қорғау іс-шараларының жоспары көрсетілген. Бірінші ауаны қорғау, бұл жерде қанша қаражат бөлінеді, қандай жұмыстар жасалынады, барлығы рұқсат етілген нормативтер бойынша жүзеге асырылады. Одан кейін сәйкес технологиялық процестер, ағаш отырғызу, суғару, аумақты абаттандыру, атмосфералық мониторинг жасау, одан кейін өнеркәсіптік экологиялық мониторинг ағынды сулар мен ластаушы заттардың шығарындылары көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Баяндамаңызға рахмет. Баяндама аяқталды. Жоба бойынша сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіз болады. Сұрақтарыңыз бар ма жоба бойынша? Экологтармен сақтасам болды. Экологиялық жағдай сақтау жоқ технология. Ұзақ Төлес, Қазақ ауданының ардагерлерінің төрағасы. Доклад, баяндама, ешкім естіген жоқ, дұрыс па? Микрофон қойыңызды көріп бұл маңызды мәселе. Дұрыс қой. Шетінен ғана естіп қалдық. Не болады ана? Жаңа айтып жатыр. Құнарлығы 3 миллион тонна өндіреді. Соны айтып қалды, естіп қалдық. Қалдықтарды контейнермен полигон сақтаймыз. Дұрыс па? Уақытша сақталады. Тұрады. Полигон қай жерге салынады? Полигон емес, өзі өндірістің аймағында контейнерлер болып, полигон емес, Енді контейнерлер. маған айтыңыз, 3 миллион тоннадан қанша қалдықтар қалады? Қанша тонна? Сол қайда сегізасыз? Соны мен айтып бермейсің. Дайындап бермейсің. Жүгіріп бара тез оқу болмайды, бұл жерде маңызды мәселе. Халық отыр. Бәрін білу керек. Ертең арамызда бір не шығып кетпесін. Біз де қолдаймыз. Ол завод істесін, комбинат істесін, халық жұмыс істесін. Керек. Экономикаға жан-жақты мәселелерге бәрі керек. Но бірақ та зияндарды қалай жоямыз. Жарайды, судан алыс шағын деген айтылды. 500 метр еді ғой, 600-500. Содан кейін, мына жерде енді жер астындағы суымыз үлескері, қанша метр. Оның бәрі келеді.
бірақ та жаңағыдайға түсіндіріп айтты, мына қарындас қалай контейнерге қалай сақтайсыздар, қалай сақтайсыздар, қайда қоясыздар, қайда тұрады, қандай контейнер болады, ол деген контейнер болмайды дейді түсіндіреді. Біз талай жерде көріп жүрміз ғой. Кішкентай ғана мысалы карьер осындай келеді, экологиямен келеді, қатысамыз, осындай неге сол кезде алла уәде береді. Біз сақтаймыз, қайта келтіреміз, ештеңе де келген жоқ, бәрі ашық, шашылып жатыр. Дұрыс па? Өтірік айтсам, мен 80-ге келдім. Егер айтпаймын. Енді мына жерде солай болып ме? Вот соны дәлелдеп айтып беріңдер. Тек қана мына шет жағасын айтып. Ары қаратар көп сұрақ. Бірақ та мынау мәселе деген как раз халыққа жетеді. Жаңа көріп тұрсың, қандай жел соқты. Дұрыс па? Роза ветровкин. Бәрі ұшырады. Міне, ананың бәрі жайылды. Ана жақта көп халық тұрмаса да, бірақ та малдың жайылды. Малға зиян келе ме, келмей ме сонда? Мен айтып деймін енді, сұрақтан өтінде. Соның бәрі зиянға келе ме, келмей ме? Соның бәрін білуіміз керек. Біз қазып жатырмыз, жарайды істеп жатырмыз, келтіріп жатырмыз. Сонда сумен, сусыз кандидат жұмыс істеуге дұрыс қой. Суды сақтайтын қоймалар бар. Сол суды қайтадан тазалап, қайтып пайдалануы дұрыс қой. Осыдан бірінші, екінші рет кескенде солай айтылған. Ана сумен тазалап, қайтадан пайдаланып деп. Содан кейін су шашып тұрамыз деді, анау мынау деп айтып тұрды ғой, білестерін халық естіді ғой. Оның бәрі істетеді. Но бірақ та жаңа маған ең маңызды болып тұр. Қанша контейнер, қалай соның бәрі сақталады, қанша пайыз, мына неден 3 миллионнан қанша қалды шығады. Ал не істейсің? Бұл өлшем емес. Соған жауап беріңіз. Су айтқанда, экологияның талаптарына сай келгенде, қалдықтар ол тек қана тұрған осы емес. Ол жақта ол машина жүреді ғой, машина жүреді, оны жүреді, мынау өсті орса, майлары бар, көпірлері бар, оның бәрі қалдық. Одан кейін біз жерді қазамыз. Оның бірінші, мынау плодородный почва дейді, оны біз аламыз да, оны бөлек жинап қоямыз. Ол бәрі проект бойынша, ол да қалдық саналады. Одан келгенде, оның бәрі қалдық келеді. Одан кейін бізде қалай байқағанда енді қазір бізде челет бар, чонжа бар. Екі компания бізде шығарады қалдықпен, септик, күнделікті, септиктің суларын шығарады. Оларға мен қателеспесем, 24-ші жылға бізде где-то 40 миллиондай ақша аударда болады. Мусор шығаруға 40 миллиондай ақша аудардық. Ол ТБО ғана. Апаттық от емес. Мынау күнделікті тамақтарымыз бар, қағазымыз бар, сондайға. Заң тұтығына қарағанда картридж бар, батарейкалар бар, майлар бар. Уже жаңа емес, пайдаланылған лампочкалар бар. Олардың сақталуы бөлек. Оларға бізде помещение дейді. Бір бөлмеміз бар. Оның ішінде біз сақтаймыз да, одан кейін где-то 6 ай шамасында біз оны сақтауға правомыз бар. Одан астыма ол уже саналады нарушение. Тек қана шығаратынымыз, күнделік шығаратынымыз шығуы, өздеріміздің халықтарымыз. Сосын 6 айда бір рет, жылына 2 рет бізде компания келеді. Олар бізде Алматыда көп емес. Алматыда біреу бар, біреу бар бұл. 3-4 компания. Олармен бізде келісім бар, официально бар. Одан кейін алып келген кейін выполненных работ береді. Одан кейін счеттары бәрі ақшасы аударылған, оның бәрі бар. Департаменттен келіп тексерістер болып отыр біздерде. Оның бәрін келіп қадағалайды. Бұл жағы атты жағынан көп айтады. Бізде қазір Қазақстан бойынша бүкіл экономика тарапынан нарушениялар 70% ол осы халыққа келеді. Одан кейін ол жақта сортировка дейді. Одан кейін оның дұрыс утилизациясы, оның көп пайызы осының экологиядан қалдықтарға келеді. Одан кейін қазір Қазақстанда асылы маңызды проблема қазір полигон болып отыр. Қалдықтарды утилизациялау.
Казахстанда полигон болмайды, өз полигондарымыз жоқ бізде. Бізде тек қана бағана айтып кеттіңіз, 3 миллион 300 мың, ол біз рудана өндіреміз. Қазанымызда, одан кейін бізде хвостохранилище бар. Хвостохранилище ол неліктен істелген, бізде қараңыз, андау завод, тек қана 11 дробилкасы бар. 11 дробилкасы бар, и обогащение бар. Обогащениесі бар, осы жағатында өндіретіндей. Бізде тек қана пешіміз бар, пеш жылу береді, су береді заводқа. Одан кейін екіншісі, ол тек қана шығарғанда шығады. Ештеңе шықпайды. Одан кейін бізде даже мынау технология бойынша анау вольфрам шаң ғой. Одан кейін оны өндірген кезде шаң шығады да, сол шаңда кетіп қалмасын деп, оны жоқ, фильтр бар. Скрубер бар. Әрқайсысында скрубер бар. Кім бізде жұмыс істейді, өздерің көрдіңдер, иә? Қандай труба, 5 метр ма, 6 метр ма, труба бар. Ол бәрі скрубер. Одан кейін мына шаңда да аналар бар. Частицы вольфрам бар. Оны да сулап, оны да қайтып өндіреміз. Хвостохранилище, оның заң бойынша бізде месторождение сол саналады. Бізде ананы өндіреміз да, и повторно аламыз тағы да. Өйткені ол кішкентай бір шам өткелік вольфрам. Ол гравитация емес, ол шам өткелік. Соны жинаймыз. Хвостохранилище ол максимально ішінен вольфрамды шығару үшін болды. Екіншісі, енді анау шам болмау керек. Оны ішінен алғаннан кейін, біздер тасты өндіреміз, қоямыз, ана болғаннан кейін, үсті если кептіріп қойсақ, шаң кетеді да, вот сол ең адамға кететіні, бітетіні сол шаң, глинаның шаңы. Үстіне ақырдап су болып тұрады дейді. Су болады да, ол денсаулыққа. Бізде заң жүзінде тұрғыда бізде оған рұқсаттарымыз бар, оған үкімет рұқсатын береді. Оны бірінші үкімет біздер осындай проект жасаймыз. Одан кейін оны астана қарайды, департаментке қарайды, мамандары бар қарайды. Заңға саймаса емес пе тексереді. Тексерген кезде олар ең бірінші адамның денсаулығы, қоршаған ортаны тексереді. Осы екеуі. 4-5 пункттары бар тексеретін. Ең основной, адамның денсаулығы и қоршаған орта. Біреуіне қатты зиян келе ма, департамент оған өткізбейді. Олардың да бастары біреуіне, олардың бастары бар, оны өткізбейді. Бәрі бар үстінде, олар оны қадағалап тұрады. Не дейін тағы да. Анау су бізде обороты. Ол басында біз дамбаны бір толтырады. Одан кейін өзі шағымыз оларды көп түспейміз. Тек қана сол тарамасы үшін анана қайтып өтіндіріп шығару. Су кетпейді. Не ұғым, тастайын вольфрамды көп шығару үшін излечение 99,8% излечение. Бізде ондай технология өзімізде жоқ. Оның бәрі Қытайдың технологиясы. Қытайдың ең мықты да технологиялары. Қазір біздің технология тек қана 70%, шығарата қалған 30% кете береді. 99,8%-ға дейін бәрін түсіру болады. Мәселесі нақтағы шаң ұстап қалу керек. Дұрыс па? Жіберіледі. Қалаға. Шаңды ма? Бізде айтуым, бізде тек қана сол пештен ғана астан шығады и одан кейін шаңдан. Шаңдығы бізде бұл скрубер бар. Ол басында фильтр қосқанда сорып отырады, вентиляторы. Одан кейін тағы да үстінен су тұрады. Оны алады, шаңдаған қайтып өндіреміз. Айында анаған қазір барлықта өзінің скруберлері бар, одан кейін тексереді, өзінің нормасы бар, біз оған налог береміз. Уже адамға зиян келмейтін, одан ауыспасы өткен бар. Шындаған торға қайтындай пешке тұналамыз. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сөздеріңіз бар ма, вопростарыңыз?
фондында өтіл жасалмады. Бізде келесі тағы да екінші жоба, тоже осы бор көреміз. Денсаулыққа пайдалы деп бастар, зияны бар деп бастар. Ана жерде қарап отырсаңыздар, бірінші көмекте ештеңе жоқ. Скорый ештеңе жоқ. Өйткені ношта бір кісі құлады, 1 сағат жатты жерде. Давлениемен құлады. Сонжыдан скорый келіп болғанша 4 сағат бірейді. Оны больницада бір ай қарады, бір айда шығарды. Больничный жатыр. Бірінші көмек көрсеткенге соң жатыр. Қазір енді әрекет қор сияқты өзіміздің қазақтар ақша жинап жатыр. Үйінде жатыр. Басын тамырға жарылған. Сондай скорый неге барсын? Жаңағы зиянсыздықтан несі? Қазір бар, бар, бізде енді қазір бізде подрядчик бар ғой бізде, Қытай, Ресейде бар, сол компания федеральный подрядчик. Заң бойынша, келісім бойынша, құжат бойынша, олар әлі бізге жұмыстарын тапсырып берген жоқ. Олар консул заводты салады, документтерді бізге тапсырып беру керек. Ақ дөң передача болған жоқ. Біздер потом үкіметпен әлі келіспей отырған жоқпыз әлі, ақпуды бізде өткен жоқ. Қазір сессияда біреу ғана бар, $2 олар енді 2 бала ұстап отыр, мәселелердің балалары, қателеспесем, 2 бала ұстап отыр, бірақ та жоқ. Бірақ та бізге ауысқаннан кейін біз уже қазір компания қарастырып отыр, ол врач емес. Уже кәдімгідей центрлармен келісуге отырамыз. Олар бізге өзі бүкіл оборудование салып келеді. Кәдімгідей стационар болады, поликлиника болады. Оның бәрін 24 сағат олар жұмыс істеп отырады. Ол заңда көрсетілген, ол өзі жол бізде болу керек. Енді даже келісім, потом, пока бізге әлі өткізіп берген жоқ әлі. Сессия қалай өткізіп береді, оларда бар, қалай бізге өткізіп береді, содан уже алдында бізде келіс құраған кезде, бір адамға, уже 2 адам, врачтар олар вакансия қарамыз қашқас бөлінген вакансия. Келесі бір адамға біліппейін. Одан кейін адам, құлаған адам, оян, күші болды, бір адам, жаңағы сықаншыда 52-де бар. Қателеспесем, ода инсульт болды. Инсультқа, инфарктқа болды. И одан анаусы бойынша адам қалған кезде оған давление көрсетті, бірақ та оны көтеріп, адам транспортировка болмайды. Первый инсульт болды. Потом скорый келіп алып кетті. Оның енді если ол продукт травма саналмайды. Если ол жұмыста білмей қалса, оборудование біздің кетіп қалса, оған біз толығын жауап береміз. Мынау инсульт ол любой адамда болады. Көшеде жүрсе жоқ қалу, көшеде машина отырып қалып қаласыз. Ол ондай өзінің анау инспекция труда бар, оларда өзінің списоктары бар. И именно сол олар жатпайды травмаға. Бірақ соның өзінде бір ай бойы бүкіл соның жылда емдейді, бүкіл дәрілерді алып келді, әйелі, баласына түсіндіріп, олар каждый 15 жинап, олардың анаусын сөйлетеді. Жұмысқа енді қазір енді основной адамдар алынды. Енді апрельде тағы бір поток болады, апрельде бір поток болады. Ажырағы енді тек қана уже по этому Келіспей, вот қараңыз, жұмыс істеп бастады ғой, істеп жатыр. Бірқалай жыл. Мен жұмыс беруші азаматтың жұмысқа адамды қабылдап алуы керек. Тексеруде. Мен справка дейміз, мына комбинат ойыншық емес. Айтып отыр, құлақпал дейсіз, инсульт деп отырыңыз. Кімді не болған? Бірақ та жұмысты бастады ма, сол жерде уже дәрігерлер заң сондай. Одан ақша пайда таппайсыңдар. Сіздер мен түсініп отырған дәрігер жоқ, ешкім жоқ, оның несін экономия жасап олар болмайды. Бірінші күннен бастап жұмыс басталды ма отыру керек, ол все тексеріп, көріп, сөйтіп жүру керек.
ол халықтың ертең мына халық сіздерге пайда әкеледі, сізге жұмыс істейді. Ауырмаса, жағдай жақсы болса, міне, солар халыққа қарау керек, болмайды ондай. Қабылдап кеткенше бұлай болады деп болмайды. Кәдімгі басқа болу керек. Келіспейміз. Бізге енді жұмысқа келетін кезде адам медосмотр тапсырып келеді. Енді инсульт, инфаркт ол уже адамның өзіне байланысты. Ертең тамақ ішкені ма, аш есінен қалғаны ма, оны біз білмейміз. Оны инсульт табу үшін ол екінің бірі ол жаққа барып тапсырмайды ана жерден. Енді жұмысқа барып мен ұсыныс енгіземін, чтобы бізде врачтарымыз бар, 24 сағат қалай постоянно қадағалап Смена медсут ол. Тәулік бойы жұмыс істеп отыру керек. Смена шықты ма, жұмыскерлер кіргізу керек жұмысқа, сменасына, давлениясын өлшеу. Енді водительдерді бригада қарайды. Сен бәс беру ма? Сол медсут ол істеп тұру керек ол. Тәулік бойы істеп тұрады. Ол қасан договорлары жұмыс бар. Жұмыс басынан ағаны айтып жұмыс басталды. жұмыстарды басталған жоқ. Бізде ғана курстан алады. Бізде примерно жоспарымыз бойынша үйінен кейін бір 20-30 пайызға шықсақ, бұл өте жақсы. Үйінен кейін. Пока үйінен кейін завод салынып болды. Мынау енді завод синхронно жұмыс істеу үшін бір 6 ай уақыт кетеді. 6 ай уақыт кетеді. Одан кейін бұл заводқа қойғаннан кейін биылға жазда 20-30 пайызға жетсе, ол өте бізге сол мақсатымыз сол. Үйінен кейін 20-30. Жылдың аяғында 70 пайызға жетсе, ол біздер жақсы жұмыс істеп отырмыз деген бізге талап қойды енді. Бірақ соның өзінде қазір бізде әлі жұмыс басталған жоқ. Артуда әлі өткен жоқ. Сосын жаңа кадр бойынша айтыңыз, кадр бойынша Елқасы білесіз ба? Кадр бойынша. Ассаламу алейкум. Ерхан. Ерхан сыңғанасың. Егер мына жеті оқырманда жұмыс істеймін. Қосымша өкілдеріне келіп отырмын. Атым Ерхан, жеті оқырмның өкілі болып келіп отырмын бүгін. Өйткені бүгін келген себебім, бүгінгі негізгі тақырып экология, қоршаған ортаға зиянды келтірмеу, мына жаңадан істетілетін мазуттың зияны жоқ деген тақырып. Бірақ қосымша енді басқа сұрақтар болуы мүмкін, тек мені жіберіп отыр. Өйткені мына жерде оған жауап бере алмайды. Ол тек қана өзінің кәсібі бойынша. Қазіргі мен түсінетінім жаңағы ел жұртты көбірек ойландыратын әңгіме баяғы жұмысқа қабылдану, жұмысқа орналастыру. Сол әңгіме. Былтыр осы июнь айынан бастап жазда олар дайындық жұмысыменен басталған. Мына әкімшіліктің, облыс әкімшілігінің қадағалауыменен ақырында уже мына Нұрадан бастап осы маңайдағы негізі еңбекші қазақ ауданының жұмыстарын тіркей бастады. Ал енді сонымен жылдың соңына дейін тіркеп болды дағы былтыр қарашаның бірі завод сынап қосылуына қосылды. Ал енді одан бері барлықтарыңыз білесіздер, бұл қабылданған 100-ге жуық адам бір күнде барған жоқ. 20-дан 30 адам жаңағы бір цехқа қарай орналастырды. Дәл бүгінге дейін осы кісілер жаңағы мен білсем, дәл Нұраның өзінен, осы фабриканың өзінде істейтін. Мына жерде кішкене жіктеп қарайтын нәрсе, жаңа айтып кеткен гемподрядчик. Осы завод салынып болғанша, мейлі Нұра болсын, мейлі қай жер болмасын, осы Боготада жұмыс істегендер 80-90% гемподрядчик, субподрядчик, солардың қолдарында істеді. Енді былтыр мына завод қосылғаннан кейін ақырындап заказчик, мердігер, яғни жеті оқыранның қолына өтті. Бірақ оларды енді кезек-кезекпенен бір цехқа орналастыру керек. Сондықтан былтыр қабылданған жұмысшылар енді өз орнын тауып жатыр. Бірақ Расул айтқан сияқты басталмады емес, сынақ мерзімінде аз көлемде. Сондықтан барлық адам толығымен жұмыс істеп жатқан жоқ. Амандық болса жазға қарай, ары қарай қосылады. Ал енді ары қарайғы жұмысқа кірем деген кісілер. Дәл қазір есіктегі орталық қабылдамай жатыр деген хабарлар келіп жатыр. Өйткені дәл қазір заводқа адам қабылданбайды. Өйткені барғанның өзінде жаңағы орындайды емес, алдында барған адамдар, mesela 100-ге жуық. Әрқайсына бір орын беру керек. Жұмыс істейтін орын бекер адам болса, адам бекер жүрсе бекер жамылып қалады. Жұмыс істеу керек.
жатақ орынға тамақ ішетін жағдай бар, дайындауы боласығаны кейін ақырында біртіндеп ары қарай тағы да қамту басталады. Яғни ол бірінші пойыз кетсе кетіп қалды, екінші пойыз тағы да келеді. Оны енді кішкене сабырлықпен күту керек. Ал енді тағы да сол бұл сұрақ негізі дәл бұл экологияға қойылатын сұрақ емес. Сол үшін мені жіберген, сізге қазірше жауабым осы. Ал енді ол жерде шарттар бар, егер тағы да бір әңгімелер болса, тікелей бізде осы жерде жұмысшылар бар, бізге кіріп қалған, немесе тікелей бізге келіп, бізге кадрлер бөлімшесі бар, болмаса басқа да бөлімшелер бар, дәрігерлеріміз бар, жеке-жеке жауап беруге дайын. Жетіп отырып әрқашан осы маңайымыздағы халықпен бірге жұмыс істеуге дайын. Жақсы. Бізге көптің көкейіндегі нәрсе бұл. Неге алды, неге алмады деп. Сіз былай түсіндіріңіз. Қазір комбинат 10% мощностьта қуаттылығы кірді. Енді болашақта оның қуаттылығы көбейеді. 3 ай, 4 ай, 5 ай. Сөйтіп сол кезде біз адам көбейтеміз, соны айтсақ Қазір завод жұмысқа көп адам жалды. Енді келешекте тек қана адам кетіп отырса, өкіметтің талаптары бар, біздер жақсы жұмысқа болуымыз керек. Тарихи бойынша бір пайыз ба, өзінің каносы бар, заңға сай. Біздер тек қана диплом бар, сол жағынан тазаланып жастарды топтары бар. Соответственно, желающих оқу керек. И потом байқауында адамдар оқыту тоже бар. Адамдарды оқытатын, оқыту жұмыс қаласын. Келе былай анау дипломы жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. Біз адамдар жұмыс қалмайды. Дипломированный мамандар ғана. Дұрыс қой, өткен отырыстан идеалайды, экологиядан шығып кеттік. Отырыстан айтқансыз. Бірінші экологияны бітірейін, одан кейін оқытамыз деп. Дұрыс қой, оқытамыз, мамандарымыз жасаймыз, іріктейміз деп. Енді сол болады ғой. Ол міндетті түрде болады ғой. Міндетті түрде болады ғой. Қалай оқытасыздар, қай жерде біз айтқанбыз ғой. Училищелер бар, нелер бар, айтқанбыз. екінші сұраққа көшейік. Экология туралы жиналып отырмыз. Екінші сұрақты аяқтаған соң одан кейін үшінші сұрақ ретінде сіздерге сол баяндама жасап реттестік береді бұл сөз. Бірақ енді менің қазір байқап отырғаныма қараған кезде бұл жерге жиналған президиумда отырған азаматтардың барлығы тек экологияға байланысты болып отыр. Ал сіздердің сұрақтарыңыз әлеуметтік сала, жалақы, жұмыспен орналастыру, бағанағы жалақыға зиянды қанша мөлшерде ақша қосылады, ол беріле ме, берілмей ме деген әңгіменің бәрін оларды мына басшыларын шақырып сол кісілерге сұрақ қою керек. Оны енді шын мәнінде бағанағындай жағдайлар болып жатса, немқұрайлы қарап жатса, өздерінің шын мәнінде жұмысына салғырт танытып, адам өліміне дейін апарған оқыс оқиға болып жатса, ол мәселені көтеру керек. Себебі ол жерде ол жұмыс басталсын, басталмасын, қуаттылығы болсын, болмасын, ол жерде біздің азаматтар жұмыс жасап жатыр. Жұмыс жасалып жатқан соң міндетті түрде сол азаматтардың денсаулығын, қауіпсіздігін сақтайтын ол бағанағы мердігер мекеме болсын, заказчик болсын, жоқ Қытай мердігер болсын, Қазақстанның мердігері болсын, ол заңда солай жазылған, ол міндетті түрде болу керек. Енді екінші сұраққа көшейік, ренжімесеңіздер. Жақсы. Бізде бүгін екінші сұрақ